Сәлем, біз мастер-класстың екінші жартысына келдік. Бірінші жартысында біз оң жақ алдын мен артқы жағын тоқып алдық. Мына жерде убавка жасадық. Мына жерде. Көрсеңіз, былай бізде убавка жасаған жерлер көрініп тұр. Убавка мен 7 рет жасадым. Біздің сызбамыз. Бірінші рядта 5-ші, 9-ші, 13, 17, 21, 25-ші рядта мен убавка жасадым. Сонда бізде получается 25-ші рядта убавка жасап болғаннан кейін мен тағы да бір 25-ші ряд, 26, 27, 28 ряд тоқыдым. В общем, у нас 28 ряд болды. Алдында. Артын тура солай 28 ряд 65 петлямызды тоқып алдық. Көрдіңіздер, мен олар жапқан жоқпын, сол күйінде ашық тұр. Енді біз сол жақ алдын тоқимыз. Тоқу барысы бізде міне былай басталады. Осы жерден бастадық қой. Міне былайынан басталады. Тақсанмен 28-29 ряд тоқып болғаннан кейін 28-29 рядта мына жерден жіпті кесіп ары қарай спинканы тоқимыз. Спинкада то же самое. 28 изнаночный ряд, 29 лицевой рядта жіпті кесеміз де ары қарай біз сол жақ алдына кірістік. Мына жерден. Көрдіңіз бе? Петлялар қайталап кетейін, ашық тұр. Мына жерде міне убавка уже мына жерде бір өзгеріс бар. Убавка бізде мына жақтан болады. Мынау біздің алды ғой. Осы жерден біз убавка жасаймыз. Бұл жерде бір өзінің нюанстары бар. Мен тоқып келе жатырмын. Қазір убавкаға келеміз. Бұл біздің бірінші ряд болады. Бірінші рядта убавка жасаймыз. Тура мына оң жақтағыдай осы рядтарда, жаңағы мен айтқанда 1-ші, 5-ші, 9-ші, 13-ші деген сияқты рядтарда убавка жасаймыз. Убавка жасалардың алдында петлямызды өзімізге қаратып аламыз, бұрып. Мына жерде міне қараңыздар. Соңғы 3 петля қалады. 3 петляның мына ортаңғысын бүйтіп бұрып аламыз өзімізге. Былай тұр ғой. Мына ортаңғысын айналдырып аламыз. Міне былай. Сол кезде біз убавка жасаған кезде қайтадан кіргіземіз да. Убавка жасаған кезде біздің петляларымыз бізге қарап тұрады. Міне. Көрдіңіз бе? Егер біз бұрмай жай жасай салсақ, қалай тұрғанда, мысалы, тоқып келе жатып бұрмай тоқи салсақ, мына жерде біздің петлямыз көрдіңіз бе, айналып кетеді. Мына жерде айналып кетеді. Сонда ол әдемі көрінбейді. Сол үшін петлямызды міне былай бұрып аламыз. Содан кейін алдыңғы жақтан былай аламыз. Екеуін бірге тоқимыз. Кромочный қала береді, изнаночный тоқимыз. Енді келесі ряд бізде екінші ряд. Екінші рядта біз изнаночный по рисунку өз қалай келеді, солай тоқи береміз. Екінші ряд тоқып болғаннан кейін үшінші рядта убавка жасамаймыз. Қалай тұр, солай тоқимыз. Төртінші ряд изнаночный, 5-ші рядта екінші убавка жасаймыз. Солай, жаңа мен көрсеткендей 29 ряд тоқып боламыз. 29 ряд тоқып болғаннан кейін біз плечевой шовқа кірісеміз. Оны қазір тоже көрсетем. Плечевой шов жасау үшін бір крючок дайындап қойыңыздар. Не болмаса, үшінші бізді дайындап қойыңыздар. Мынау үшінші ряд. Қазір үшінші ряд болады. Изнаночный 4-ші ряд, 5-ші рядта тағы убавка жасаймыз. Мына 4-ші рядты аяқтап қалдым. 5-ші ряд. 5-ші рядта уже убавка жасаймыз.
5-ші ряд, соңғы 3 петля, ортаңғы петляны айналдырып аламыз. Өзімізге қаратып. Екеуін бірге тоқимыз. Үшіншісі, последний бізде кромочный. Осылай біз осы рядтарда убавка жасаймыз. Жаңағы мен айтқандай симметрично. Қазір 5-ші ряд, 6-ші ряд. Келесі убавканы біз 9-ші рядта жасаймыз. Содан кейін 13-ші ряд жасаймыз. Солай біз 29 ряд тоқып шығуымыз керек. Сонда біздің мына 32 петля 7 петля қысқарады. Сол кезде бізде 25 петля қалуы тиіс. Алды жағынан және оң жағынан және сол жағынан. Енді самостоятельно до конца өздеріңіз тоқи беріңіздер. Қазір плечевой шовқа біткен соң плечевой шов жасап бастаймыз. Так, біз алдын тоқып болдық. Енді плечевой шов жасауға кірісеміз. Плечевой шов жасап алу үшін бізге бірінші крючок. Содан кейін бізге мына жібіміз мында тұрса, бізге мынаны дайындап алу керек. Мына последний ол біздің рядымыз. Осыдан где-то бір жіп қалдырамыз да, кесеміз, көбірек қалдырайық, чтобы шовқа керек болатындай. Кестік те қалдырдық. Енді бізге мына полочкамыздың оң жақтағы полочканың несін петляларын мынаған кіргізіп аламыз. Мына екі полочка бір неде болу керек. Бір спицада болу керек. Так, кіргізіп алдық. Енді кішкене қалды. Теріс айландырамыз да, плечевой шовқа кірісеміз. Так, біз қазір мына жерді жасаймыз. Міне, бұлай екі бізді дайындап аламыз да, бұны біз теріс айландырамыз. Теріс қойып алдық. Жібімізді дайындаймыз. Мына біздің жібіміз. Енді вспомогательная спица или крючок. Крючокпен негізі ыңғайлы. Екеуін бірге шығарамыз да. Біздің жаңағы жалғаған жібімізді крючок арқылы екі петлядан өткіземіз. Мына екеуінен шығарамыз. Мынаны тартып, кейін бекітіп аламыз. Қатты ұстап тұрамыз да. Енді келесі петля. Біріншісінен алып, екіншісіне кигіземіз. Мына екеуін бірге алып, жаңағы қосқан жібімізді шығарамыз. Шығарамыз да, артқы тұрған петляны алдыңғысын артқыдан өткіземіз. Келесі петля. Бірінші спицадан шығарып аламыз. Екіншісіне кигіземіз. Екеуінен крючокты кіргізіп, өткізіп, жібімізді шығарамыз да, содан сол петляны артқы тұрған петлядан шығарамыз. Біріншісін шештік, екіншісіне кигіздік. Екеуін бірге өткіземіз. Содан мынаны шығарамыз. Қатты тартпаңыздар, себебі шовыңыз жаңағы влажный тепловой обработкадан кейін тырысып қалуы мүмкін. Сол үшін кішкене қатты бос тағылмай, қатты тартпай, среднеймен, натяжениемен өстіп тоқып шығамыз.
Енді осы плечевой шов жасап болғаннан кейін біз планка жасаймыз. Планка жасап болғаннан кейін 2 жеңге көшеміз. Тағы да көрсетіп жіберейін. Бірінші петлядан шығарамыз да екіншісіне кигіземіз. Мына жерде мына екеу тұр. Алдыңғы спицаның петлясы, екінші спицаның петлясы. Екеуіне өткізіп, мына тұрған алда 3 петлядан мына жібімізден 1 петля шығарамыз. Осылай ыңғайлы болатын шығар сіздерге. Так, 1 петлям қашып кетті менің. Так. И солай до конца біз өстіп плечевой шов жасап шығамыз. Мына жерде ортада бізде 14 петля қалады. Себебі оң жақтан 7 петля қысқарды, сол жақтан 7 петля қысқарғандықтан жаңағы спинкамыздың қақ ортасында бізде 7-ден 14 петля қалады. Ол 14 петляны дополнительный спицаға не болмаса жаңағы контрастный жіпке кигізіп, или булавка болама соған кигізіп, жаппай қойып қоясыздар. Ол бізге келесі жаңағы планка тоқыған кезде бізге ашық болған дұрыс. Егер жауып тастасаңыз, онда грубый болып көрінеді. Сол үшін жаппаңыздар ол жерді. Осылай етіп до конца екі жағын тоқып шығасыздар.